енді өзімнің нем старшинам. Соны керкі дедім, осы менен осы айлықтай жер önde. 3,5 шақырым ба, енді шақтыға керкі деп. Жағмай ауырып қалды. Осы менен енді айтылды енді ба, енді кадырмаға жақындап қалдым енді. Жататын. Келіп, жағым ауырғасын қойып қалды. Қойдым, ұмытып қалдым, керкіні ұмытып қалдым. Керкі деп, айлықтай жерден керкі деген жақ қарысты. Сонымен жаңағы солдат кім алып кетеді, кешке әкеп өткіземіз. Мен де жаңағыдай керкіні алып келем, кешке өткізуім керек қой. Менің мойнымда. Соны маған мынандай тақтай пролап қой. Гарболдан қатты кәдімгі қарағайдан іште неткен көлденең анау ілілтір керкі деймін көрсетеді. Балта деймін, балта туаймайды қазақ жақады деп нені ашты. Пролап көр жаңағыдай тақтай адам енді тіке өтеді, не астынан еңбектеп кіреміз. Жоқ, туаймайды қазақ жақады деп. Мынау деп көрсетеді. Айтты называется керкі деді. Миға қонды керкі. Сондай болып келді. Сонымен қойға кеттім. Қойға барып, қойда бір көріс, жаңағыда бірінші көріс, екінші көріс кәдімгі доғдыр, мұғалым, кәдімгі сондай болып сабақ алады. Сондай қойдың қоздауына жаңағыдай бізге жібереді. Соны қозылы қойды, ал жаңағыдай қозын тасайды, жаңағы екі орыстан береді. Маленький баранец сюда, кудай, большой баранец сюда, маленький қозы, баран деген қой, құшақта болады да, күлетте жүре береді, бараншық. Аналар бараншық деп барады. Қозыны бараншық дейді екен ғой. Сол жерде ол миыма қонды. Сондай замандарды өтті. Ешқандай. Сонда 3,5 жыл жүргенде бір қат жазған жоқпын. Армияда. Ол кезде әже жоқ қой. Ол кезде әже жоқ қой. Әжең бар ғой? Әже өзі. Қаяқтан туым әже болмағанда? Жоқ, біздің әже жоқ қой деймін. Бұл жоқ қой. Армиядан келгеннен кейін алған жоқсыз ба? Армиядан келгеннен кейін. Соныменен жігіт жаңағыдай не болып, пайдаланып, маленький бараны, большой бараны болып, дым қатшадым. Сонда Сағынбай бар мысы? Сағынбай жаңағынау Қалтайдың күйеуі. Армияда бірге солар жазып береді. Шиелде бар, Шиелдегілер жазады. Қызылордада бар. Бесарықта болды. Бесарықта ауылдың маған сақтаған деген ауылда болса қыздар айым, мырзайым деген, бәтен деген. Мен өзім қатарым ғой бірге. Сондай қыздар бар. Күйеуге тиген жоқ, армияға кеткенде. Жағы солдаттар, аналар казармада түнден неткеннен кейін қыздың адресін берді, бәтен дегеннің адресін берді. Оның аяғы Шылаңгөз деген болады. Сол әдістің жүртші. Жүртшінің қызы. Кімдерге жақын? Майтандарға жақын. Келгеннен кейін сол енді армия бұйрық қой, алды. Қазір енді соның сақтаған менімен жасты өліп қалды. 3 баласы бар. 3 жыл. Қазір айтпайлар қатарлы. Сондай болып өткен қазір талай осында келе жатқанда мысалы жаңағы сол сақтағаның баласы 3 жыл деп отырмын ғой. Мәшинемен Бесарыққа қатынайтын жол ғой.
Сонда көріп үйге әкеп тастап кетіп жүр. Әкеміздің құрдасы армияда бір тәбәрші деп. Сондай бір қазір өтіп жүрміз. Жаңағы Қалтайдың күйеуі Сағынбай деген бірге жүрдік. Иманды болғыр. Кеше осыны жерге келсін шақырып, ораз бар. Ораз енді, Қалтай енді, ораздың несі ғой, апалары ғой. Иә, соны шақырып, тамақ беріп, біз сол отырып таныстық. Ол, яғни сондай замандар өтті ғой. Иманды болғыр Қалтай өте, ой, Қыпеке қалай деп сыпылдап өтетін еді жерде. Иә, әдемі кісі еді ғой. Иә, Өте сұлу. Иә, сұлу. Жүріс кәдімгі сөзде жақсы. Әжені қызғандырайықшы. Әжені қызғандырайықшы деймін. Мынау кімде аты құдай еді жауы. Мынау Әбілқайырдың әйелінің аты Қалдыгүл. Қалдыгүлдер Қалтайдың жанында әшейін бұлай баған адам ғой. Ата айтпа, мен енемді жамандамаса. Қалтай Видеоға түсіріп жатсың. Қалтай деген кәдімгі еті тірі сартылдап тұрған, бара жатқанын балтасын, келе жатқанын кетпенін алысын жас кезіндегі Қалтай ғой ол. Бұны сенің енең Сартуда қойға түсті Қамза деген марқым үлкен атаң бар. Иә. Сол Волгаменен алып барып, айтып той жасап, ана сапқоздың, мына сапқоздардың қойшысын шақырып, айдагенің көкбәрі беріп, салым беріп, Қамза сапқоздың қойы, сондай Қамза деген жер адам еді. Сенің мынау Әбілқайырың, ортайларың, ой, оның басып кеткен өзіне татымайды. Артық адам еді. Бара жатқанын балтасын, сондай өткір, қарсы. Тоқсанбайларымен қатар ғой. Тоқсанбайды білесің ба? Тоқсанбаймен құрдас. Талай замандар өтті ғой. Бір шамалы жыл бұрын 90бай деген шалдың баласы қайтыс болды ғой, иә? Иә. 72-дегі баласы. Тоқтар ма? Тоқтар, иә. Иә. Біліп тұрмын ғой, біліп тұрмын. Тоқсанбай әкім, Тоқсанбай мас болғанда Райханға айтады, мен арақ ішіп отқан жерде үстіме кірме. Қарындасым дейді ғой. Мен бетің демей, жүзің демей, боқтап, ұрысып, сен неге нетесің? Намыс қой ма? Намыс қой ғой. Сонда Райханға жаңағыдай сауынды айтады. Арақ ішпей тұрғанда. Қалғам, мен арақ ішіп отқан жерде үйге кіруші болма. Мені көзіме көрінбе. Деп. Арақ ішкен адамдар Иә. Сондай адам еді қой, небір адамдарды. Сонымен қойда бақтым, сиырда бақтым, овощ ектім, тракторды айдадым. Менің істемеген шаруам жоқ. Мен де осы ауылдың ішіндегі қазір белсенді жағынау кекеше келесіп айнау кадрлар біз олай істедік, бұлай істедік. Менің істеген жұмысым ана орым бейнет. Ертең мен өлсем, метіңкеменен кәдімгі намазды сондай қылып шығаратын коммунист болдым. Ойдай.